Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде 132 сабақ сан есімді қайталау. 49 жаттығу ойлан тап. Хайуанаттар бағында сары, көк және қызыл түсті тотықұстар бар. Сары түсті тотықұстардың саны көк түстілермен бірдей, ал көк түстілердің саны қызыл түстілермен бірдей. Егер қызыл түсті тотықұс 3 болса, хайуанаттар бағында барлығы неше тотықұс бар? Қызыл 3, көк, демек көкте 3, сарыда 3. 3-3-ті бірге қоссақ 9 болады. Хайуанаттар бағында 9 тотықұс бар. Жауабын жаз және сан есім асын сыз дейді. Сан есім 3. Шығармашылық үзіліс 50-ші жаттығу. Сен саяхат жетекшісің. Сенің міндетің балаларды өзің тұратын көшемен таныстыру. Ол үшін көше кімнің атында екенін анықта. Ол туралы ақпарат жина. Көше атауы болмаса, көше бойында орналасқан ерекше нысандар, мысалы үшін дүкен, мектеп және де тағы басқа туралы айтуға тырыс. Өз сөзінде сын есімдерді қолдануды ұмытпа. Бұл көше Жантөре деп аталады. Бұл көшенің атауы осы асарды құруға себепші болған кісінің әкесінің атына қойылған. Осы көшенің бойында 2 мектеп бар. Мына тұрған 89-ші мектеп мен білім алған жер. Елу бірінші жаттығу. Жоспар бойынша мәтін құрастырып жаз. Жоспар: Қазақстан жері. 2. Қазақстан халқы. 3. Қазақстанның көрікті демалыс орындары. Қазақстан жері бойынша 9-ші орында тұрады. Қазақстан жері пайдалы қазбаларға өте бай мемлекеттер қатарына жатады. Қазақстан халық саны шамамен 18 миллионнан асады. Қазақстанның көрікті жерлері Бурабай, Балқаш, Медеу, Шарын шатқалы, Көлсай көлі. Балалар, осы каналға тіркеліп кетуді және де лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Елу екінші жаттығу. Айман орманға саңырауқұлақ теруге келді. Алайда орманда улы саңырауқұлақтар өте көп еді. Ол қызыл түсті. Сен айманға жеуге жарайтын саңырауқұлақ тере алатындай жолда табуға көмектес. Айман бақа тұрған жолмен жүреді. Себебі ол жолда ешқандай қызыл түсті
саңырауқұлақ. Балалар, осы арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.